Лимфомалардың 200-ден астам түрі бар. Бірақ ең көп таралған айырмашылық Ходжкин лимфомасы деп аталатын және Ходжкин емес лимфома деп аталатын нәрселер арасында. Бұл анықтама аномальды лимфома жасушасының бетінде болатын ақуыз маркерлеріне негізделген немесе иммуногистохимия деп аталатын тестке негізделе отырып, біз Ходжкин және Ходжкин емес лимфомаларды ажыратамыз. Бұл емдеу тәсілдеріне байланысты маңызды. Ходжкин лимфомаларының көпшілігі минималды химиотерапиямен, немесе тіпті иммунотерапиямен тиімді емделуі мүмкін. Ал Ходжкин емес лимфомалар туралы айтқанда, Ходжкин емес лимфоманы емдеудің негізі мақсатты терапия және белгілі бір химиотерапия түрімен бірге. Рахмет.